Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен миксердің көмегінсіз, яғни венчиктің көмегімен осындай бүп-биік әрі жұп-жұмсақ болып дайындалатын пирог дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен кремін дайындап аламыз. Ол үшін шұңғыл темір ыдысқа сүт пен қантымызды салып, кейін үстінен ұнды салып, венчиктің көмегімен түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне жұмыртқамызды салып, барлығын біріктіріп араластырып, баяу отта астын араластыра отырып пісіріп аламыз. Егер де солай қалдыратын болсаңыз, асты жабысып күйіп кетуі мүмкін. Жақсылап қою етіп, осылай видеода көрсетілгендей жақсылап баяу отта піседі. Кейін үстіне піскен соң сары майымызды салып, араластырып, біріктіріп, кремімізді суытып қоямыз. Ендігі кезекте қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін шұңғыл ыдысқа жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, венчиктің көмегімен 2-3 минуттай араластырамыз. Яғни барлық жұмыртқамыз ақ көпіршік болу керек. Кейін үстіне бөлме температурасында тұрған айранымызды, егер де сізде айран болмаса қаймақ салсаңыз да болады. Кейін үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап біріктіріп араластырып, кейін қопсытқышымызды ұнымыздың үстіне салып, електен өткізіп қамыр дайындап алатын боламыз. Електен өткізген кезінде 2-3 бөлікке өткізіп араластырғаныңыз жөн, себебі пирогыңыз әдемі жақсы болып көтерілетін болады. Егер барлығын бір уақытта салсаңыз, пирогыңыз басылып қалуы мүмкін. Жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ендігі кезекте пирогымызды формаға орналастыратын боламыз. Мендегі форманың диаметрі 20-22 см. Мендегі кольцевой форма болғандықтан астын фольгамен жауып қойдым. Егер сізде басқа формалар болатын болса, ішін сұйық майдың көмегімен майласаңыз болады. Кейін үстіне қамырымызды салып, біркелкі етіп жайып, кейін үстінен кремімізді құятын боламыз. Әбден суыған кремімізді кондитерлік мешокқа салып, ұшын қайшының көмегімен қиып, пирогымыздың үстіне тор көз етіп орналастыратын боламыз. Қызып тұрған 180 градусқа 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Піскенін білу үшін зубочистканың көмегін қолданатын боламыз. Егер де дымқыл болып шықса, шамалы баяу отқа 5 минутқа қоя тұрасыз. Егер де құрғақ болып шықса, пирогымыз дайын деген сөз. Әбден суытып алған соң, пирогымызды формамыздан ажыратып, үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Кремі пирогыңыздың дәмін ерекше қылдырып тұрады. Және де үйдегі бар заттардан тез дайындалатын ерекше пирог дегім келеді. Өте нәзік әрі жұп-жұмсақ болып дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі жаңа рецептілерді бірінші болып көре аласыздар.